Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазіргі кезде хит болып жатқан бента торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Жасайтын тортымыз молочная девочка, яғни сүтті қыздың мини түрін жасайтын боламыз. Алдымен керек қоспаларымызды өлшеп дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнның үстіне қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Сгущенканы бөлек ыдысқа құйып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне ұн мен қопсытқышымызды қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз, ешқандай түйіршік қалмау керек. Жан жағындағы ұндарды лопаткамен ішіне қарай түсіріп, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Противенге пергамент қағазымызды төсеп, жаңағы дайындап алған основамызды осында құямыз. Және лопаткамен жайып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 10 минутқа пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудраны қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне суық сливкиімізді қосамыз. Өз-өзін ұстайтын плотный масса болғанға дейін миксерлейміз. Міне біздің бисквитіміз пісіп дайын болды. Енді формамен кесіп аламыз. Менде 12 диаметрлік осындай кольцо бар. Осымен кесіп шығам. 6 корж шықты. Осыларды енді жинайтын боламыз. Кескен корждарымызды тарелкаға салып аламыз. Дайындап алған кремімізді кондитерлік мешокқа саламыз. Біраз бөлігін сыртын әсемдеуге алып қалдым. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Бірінші корж, үстінен крем, қайтадан корж, қайтадан крем. Осылай қайталай отырып тортымызды жинап аламыз. Міне 6 коржымызды осылай жинап алдық. Енді креммен сыртын қаптайтын боламыз. Дәл видеода көріп отырғандарыңыздай сыртына кремді жағып, лопатканың көмегімен тегістеп шығасыздар. Кремді торттың бетіне де жағып тегістеп аламыз. Сосын осындай шпательмен сыртын тағы да бір тегістетіп айналдырып шығасыздар. Бағана алып қалған кремге мен осындай пищевой краситель қосып араластырып алдым. Басына насадка кигізіп, осылай кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Негізі безендіру өз еріктеріңізде, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай безендіре бересіздер. Мен насадканың көмегімен осындай гүлдер жасап шықтым. Міне біздің тортымыз безендіріліп осылай дайын болып шықты. Өте дәмі керемет, нәзік, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштаспаймын, алдыда әлі де неше түрлі торттардың, пирогтардың рецептерін салатын боламын. Үйде балаларыңызға жасасаңыз да, болмаса туған күндерге сыйлық ретінде апарсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасаңыздар, сіздермен бірге болған меруерт.